Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Алдымен лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұлы дала табиғаты бөлімін жалғастырамыз. Алтын емел ұлттық саябағы атты сабағымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу, жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Ұлттық қорық, үңгірлер, жер көлемі, мекендеу, қорықшы. Бірінші тапсырма. Суретке қарап, табиғат ғажайыптар тақырыбында шағын мәтін құрап жазыңыздар. Жарайсыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Жазылым тапсырмасында өлеңді оқып, сұраққа жауап беріңіздер. О туған жер барымның, сәттілер сенікі, балы болсы жанымның, тәттілері сенікі. Жиенбаев. Осы оқылған өлең бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Керемет, өздеріңізді тексеріңіздер. Келесі мәтінді тыңдаңыздар. Алтын емел 1996 жылы Алматы облысының Кербұлақ ауданында ашылған ұлттық саябақ. Ол Іле өзенінің солтүстігінде орналасқан. Жер көлемі 460 мың гектар. Оның құрамында үлкен қалқан, кіші қалқан таулардың қасында орналасқан табиғи ескерткіштің бірі әнші құм кіреді. Мұндай әнші құм табиғатта өте аз кездеседі. Алтын емел саябағы археологиялық ескерткіштерге бай. Онда түрлі көне суреттер салынған, тастар мен үлкен үңгірлер көп. Алтын емел ұлттық табиғи саябағында 1800-ге жуық өсімдіктің түрі, 56-ға жуық жануардың түрі, балықтар, құстар бар. Олардың көбі Қазақстанның қызыл кітабына кірген. Айналада биік ағаштар, өзен көлдер де мол. Оларға жан-жақтан келген туристер қызыға қарайды. Саябақта 17 қорықшы бекеті мен 3 туристік бағыт жұмыс істейді. Мәтінді оқыдық. Енді алдарыңыздағы қара әріппен жазылған қос сөздерге назар аударыңыздар. Мы прочитали текст, а теперь обратите внимание на выделенные слова. Это удвоенные или парно-повторные слова. Қос сөздердің екі түрі болады. Ол қайталама қос сөздер және қосарлама қос сөздер. То есть парно-повторные слова бывают двух видов. Это первое повторные слова и удвоенные слова. Алдымен қайталама сөзіне тоқтайық. Қайталама қос сөздер бір сөздің қайталануы арқылы жасалады. Олардың сыңарлары қосымшасыз да, қосымшамен де қайталана береді. Повторные слова – это повторение одного и того же слова. Их пары могут иметь или не иметь аффиксы. Мысалы, жалп, үйден үйге, көзбе көз, тау, тағы да басқа. Ал қосарлама қос сөздер екі сыңары екі түрлі болып келеді. Қосарлама қос сөздер мағынасы жақын сөздерден жасалады. Удвоенные слова – это связанные друг с другом разные слова, но близкие по значению. Мысалы, ата-ана, ел-жұрт, құрал-сайман, тағы да басқа. Келесі айтылым тапсырмасында мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Ықтимал жауапқа назар аударамыз.
Бесінші тапсырмада көптіктің орнына керекті қос сөздерді қойып, сөйлемді көшіріп жаз. Бұл тапсырманы да бір тексеріп қойыңыздар. Жазылым айтылым тапсырмасында ғаламтордан алтын емелдің суретін тауып, сол суреттегі көріністерді мәтінге сүйене отырып сипаттаңдар. Жарайсыздар. Өздеріңізді тексеріңіздер. Жетінші тапсырмада үлгіге қарап жазыңыздар. По данному образцу дополните предложение. Керемет, өздеріңіз тексеріңіздер. Айтылым тапсырмасында мәтінді пайдаланып, досымен диалог құрыңдар. Өздеріңізді тексеріңіздер. Тоғызыншы тапсырмада сөз жұмбақты шеш. Қандай сөз жасырылған? Сол сөзді септеу керек. Өздеріңізді тексеріңіздер. 10-шы тапсырмада сөзге қажетті жалғаудың тиістісін жалғап жазыңыздар. Жарайсыздар, өздеріңіз тексеріңіздер. 11-ші тапсырмада суреттерге қарап, алтын емел ұлттық саябағы туралы мәтін құрап жазыңыздар. Өздеріңізді тексеріңіздер. Келесі жағдаяттық тапсырма. Сен досыңмен алтын емелге саяхаттап келдің. Досың бұл жерді жақсы біледі. Одан өзіңе қажет мәліметтерді сұра. Ол түсіндірсін. Диалогте қос сөздерді орынды кірістіріп отырыңдар. Ықтимал жауаппен салыстырыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.